Жаратылыстың басталуы 11-ші тарау. Жер бетіндегі бүкіл адамзат бір тілді, бірдей сөздерді қолданды. Адамдар шығыс жақта көшіп қонып жүргенде, Шинар жерінде бір жазық алқапты тауып, соған қоныс тепті. Олар бір-біріне, келіңдер, кірпіш құйып, отқа күйдірейік, деді. Сонымен олар тас орнына күйген кірпіш, әк орнына қарамай қолданды. Өзімізге қала және төбесі көкке жететін зәулім мұнара тұрғызып алайық. Осылайша өз атымызды шығарайық. Сонда біз жердің түкпір-түкпіріне бытырап кетпейміз десті. Ал жаратқан ие көктен түсіп, адамдар тұрғызып жатқан қала мен мұнараға көз салып былай деді. Олар біртұтас халық болып, бірдей тілде сөйлеп, мынаны істей бастады. Бұдан былай олар ойындағыларын жүзеге асырмай қоймайтын болады. Енді біз жерге түсіп, бірін-бірі түсінбеулер үшін олардың тілін шатастырып жіберейік. Осылайша жаратқан ие адамдарды сол жерден бүкіл жер бетіне бытыратып жіберіп, қала құрылысын тоқтатты. Сондықтан қалаға Бабыл деген ат қойылды. Өйткені жаратқан ие сол жерде бүкіл әлемдегі тілді шатастырып, адамдарды жер бетіне бытыратып жіберді. Мынау Шамнан тараған ұрпақтардың шежіресі. Топан судан кейін 2 жыл өткенде Шам 100-ге толып, ұлы Арпақсат дүниеге келді. Содан соң ол тағы 500 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздары болды. Арпақсат 35-ке келгенде одан Шилах туды. Шилах туған соң Арпақсат 403 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Шилах 30-ға келгенде одан Ебер дүниеге келді. Ебер туғаннан кейін де Шилах тағы 403 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Ебер 34 жасқа келгенде одан Пелек туды. Пелек туғаннан кейін де Ебер 430 жыл өмір сүріп, тағы да ұл қызды болды. Пелек 30 жасқа келгенде одан Рәгу туды. Рәгу туған соң Пелек 209 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарды дүниеге келтірді. Рәгу 32 жасқа келгенде одан Серук туды. Серук туған соң Рәгу 207 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарға әке болды. Серук 30 жасқа толғанда ұлы Нахор туды. Нахор туған соң Серук 200 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздары дүниеге келді. Нахор 29 жасқа келгенде одан Тарақ туды. Тарақ туған соң Нахор 119 жыл өмір сүріп, басқа да ұл қыздарды дүниеге келтірді. Тарақ 70 жасқа толғаннан кейін одан Абрам, Нахор, Харан дүниеге келді. Мынау Тарақтан тараған ұрпақтардың шежіресі. Тарақтан Абрам, Нахор, Харан атты ұлдары дүниеге келді. Хараннан Лут туды. Бірақ Харан халдейлер елінде өзі туған Ур қаласында дүние салды. Сол кезде оның әкесі Тарақ әлі де тірі болатын. Абрам мен Нахор да үйленді. Абрамның әйелі Сарай, ал Нахордың әйелі Мұлқа болды. Мұлқа мен Ысқа Харанның қыздары еді. Сарай құрсақ көтермегендіктен Абрамның балалары болмады. Тарақ өз ұлы Абрамды, немересі Лутты және келіні Сарайды ертіп алып, бәрі бірігіп халдейлер еліндегі Ур қаласынан жолға шықты. Олар Қанақан жеріне бармақшы еді. Алайда Харан аймағына жеткен соң, сол жерге қоныс теуіп тұрып қалды. Тарақ 205 жыл өмір сүріп, Харанда қайтыс болды. Жаратылыстың басталуы 12-ші тарау. Жаратқан ие Абрамға сөзін арнап, былай деп бұйырған еді. Сен еліңді, туған туысқандарыңды және әкеңнің үйін тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш. Мен сенен үлкен халықты өрбітіп таратамын. Сені жарылқаймын, әрі атыңды шығарамын. Сен арқылы ақбатам басқаларға да жететін болады. Саған ақбатасын бергендерді мен жарылқаймын. Ал кім сені жамандап қарғаса, соны мен қарғаймын. Сен арқылы жер бетіндегі бар ұлттар жарылқанады. Сондықтан Абрам жаратқан иенің айтуымен жолға шықты. Оған Лут ілесті. Хараннан көшіп кеткен кезде Абрам 75 жаста еді. Осылайша Абрам әйелі Сарайды
және туған інісінің ұлы Лутты ертіп, бар жиған тергендері мен Харанда өздері иемденген қызметшілерін де алып, сапарға шығып, Канахан еліне барды. Ыбырам сол жерді кезіп, Сихем қаласының маңайындағы алып емен ағашы өсіп тұрған Море деген жерге дейін жетті. Ол кезде бұл елді Канахандықтар мекендеуші еді. Ал жаратқан ие Ыбырамға аян беріп, мен сенің ұрпақтарыңа осы жерді сыйлаймын деп уәде етті. Ыбырам сол жерде өзіне аян берген жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орын тұрғызды. Содан соң ол Бетелдің шығыс жағындағы тауға қарай бет алып, батыс жақтағы Бетел мен шығыс жақтағы Ай деген екі жердің ортасына шатырын тікті. Сол жерде де жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орын тұрғызып, оған сиынып ғибадат етті. Сонан соң Ыбырам сапарын оңтүстіктегі Негев даласына қарай жалғастырды. Бірақ Канахан елін ашаршылық жайлап, Ыбырам біраз тұра тұру мақсатымен Мысырға көшіп барды. Себебі аштық үдеп тұрған еді. Мысырға таяп қалғанда, Ыбырам әйелі Сарайға бұлай деді: сенің керемет сұлу әйел екеніңді жақсы білемін. Мысырлықтар сені көргенде, мынау оның әйелі деп, саған бола мені өлтіріп, ал сені тірі қалдырып, иемденіп жүрер. Маған да, саған да жақсы болсын. Өз игілігің ішінде мені аман қалсын десең, өзіңді Ыбырамның қарындасымын деп айтарсың. Солай болды да. Ыбырам Мысырға келген соң, мысырлықтар сарайдың өте сұлу әйел екенін байқады. Мысыр патшасы Перғауынның лауазымды қызметкерлері де әйелді көріп, Перғауынға оның көркін мақтап жеткізді. Сонда Перғауын оны өз сарайына алдыртты. Әйел үшін Ыбырамға жақсылық жасап, оған молынан қой, сиыр, есек пен түйені, құлдар мен күңдерді сыйлады. Бірақ жаратқан ие Ыбырамның әйелі Сарайға бола, Перғауынға және оның үй ішіне жаман індет жіберді. Сонда Перғауын Ыбырамды өзіне шақырып алып, оған: сен маған не істедің? Неге оның өз әйелің екенін айтпадың? Не үшін оны қарындасым дедің? Сол себептен де оны әйелдікке алмақшы болдым. Әйелің өзіңе, алда кет деді. Перғауын адамдарына Ыбырам жайында бұйрық беріп, олар оны әйелімен және барлық иелігімен бірге жолға шығарып салды. Жаратылыстың басталуы 13-ші тарау. Сонымен Ыбырам әйелімен, барлық иелігімен және қасындағы немере інісі Лутпен бірге Мысырдан көшіп кетіп, Канаханның оңтүстігіндегі Негев аймағына қарай өрлеп барды. Ыбырам малға, күміс пен алтынға өте бай болатын. Кейін Ыбырам оңтүстік аймақтан шығып, Бетелге бағыт алып, жер-жерді аралап, көшіп қонып жүрді. Осылайша ол Бетел мен Айдың ортасында орналасқан, өзі алғаш шатыр тігіп, құрбандық беретін орын тұрғызған жерге жетті. Сол жерде Ыбырам жаратқан иеге қайтадан сыйынып, тағзым ететін болды. Ыбыраммен бірге көшіп қонып жүрген Луттың да ірілі-ұсақты малдары және шатырлары болды. Екеуінің мал-мүліктері көбейіп кеткендіктен, бір орынға қоныстануларына жер аздық жасап, олар енді бір жерде бірге тұра алмады. Сол себепті Ыбырам мен Луттың малшыларының арасында дау-жанжал туа бастады. Бұның үстіне сол кезде Канахандық және Перездік тайпалар да осы елді мекендейтін. Сонда Ыбырам Лутқа: екеуі ара, сондай-ақ малшыларымыздың арасында да дау-жанжал туғызбай-ақ қояйық. Ағайынды адамдарымыз ғой. Бір-бірімізден бөлінейік. Қалаған жеріңді таңдап ал. Сен сол жақты таңдасаң, мен оң жаққа. Сен оң жақты қаласаң, мен сол жаққа кетейін деп ұсыныс жасады. Лут айналасына көз тастап, бүкіл Йордан өзені аңғарының Сиғорға дейін су жер екенін көрді. Себебі бұрын сол жердің суы мол болып, жаратқан иенің пейіш бағына және Ніл бойындағы Мысыр еліне ұқсайтын. Бұл жаратқан ие Содом мен Ғамора қалаларын құртпай тұрғандағы кез еді. Сонымен Лут өзіне шығыста орналасқан
бүкіл Иордан алқабын таңдап алып, үй іші, отар табындарымен сол жаққа қарай көшті. Осылайша екі туысқан бір-бірінен бөлініп кетті. Ыбырам Қанақан жерінде қала берді. Ал Лут Иордан алқабындағы қалалар арасында Содомға жақын жерде шатыр тігіп қоныстанды. Бірақ Содомның тұрғындары жаратқан иенің көз алдында ауыр күнәға батқан зұлым адамдар еді. Лут бөлініп кеткеннен кейін жаратқан ие Ыбырамға тіл қатып былай деді: айналаңа көз тастап, тұрған жеріңнен бастап, солтүстік пен оңтүстікке, шығыс пен батысқа қара. Мен көрініп тұрған мына жердің бәрін саған және сенің ұрпағыңа мәңгілікке беремін. Мен үрім-бұтағыңды сансыз көбейтемін. Кім жер бетіндегі құм түйіршіктерін санай алса, оның сенің үрім-бұтағыңды да санай алғаны. Енді жолға жиналып, осы бүкіл елдің түкпір-түкпірін кезіп шық. Өйткені оны саған беремін. Ыбырам шатырларын көліктеріне артып, Хеброн қаласының маңайына, Мамренің алып емен ағаштары өсіп тұрған тоғайына барып қоныстанды. Сол жерде ол жаратқан иеге арнап құрбандық ұсынатын орын тұрғызды. Жаратылыстың басталуы 14-ші тарау. Сол заманда Месопотамиядағы Шинар патшасы Амрафел, Элласар патшасы Ариох, Элам патшасы Кедорлаумер және Ғойым патшасы Тидал бірігіп, шығыс жақтан аттанып, Иордан алқабындағы 5 қаланың патшаларына қарсы соғысуға келді. Жаңағы 5 патшаның аты жөндері Содом патшасы Бера, Ғамора патшасы Бырша, Адма патшасы Шынап, Себаим патшасы Шемебер және Беланың патшасы болатын. Бела қазір Сихор деп аталады. Сол 5 патша өзара келісім жасасып, қазір Тұз теңізі, яғни Өлі теңіз орналасқан Сидим жазығына жиналды. Олар 12 жыл бойы Кедорлаумердің қол астында болып келіп, 13-ші жылы оған қарсы көтерілген еді. 14-ші жыл келгенде Кедорлаумер және оған ерген басқа патшалар жорыққа шығып, Аштарот Қарнайымдағы рафалықтарды, Хамдағы зуздықтарды, Кириатайым жазығындағы емдіктерді және Сейір тауларында ен далаға таяу жердегі ел паранға дейін орналасқан хорлықтарды жеңіп талқандады. Сонан соң олар оралып, ен Мышпатқа, яғни Қадешке барып, Амалектіктердің және Хасасон Тамардағы аморлықтардың бүкіл жерін басып алды. Сонда Сидим жазығында әлгі 5 патша Содомның, Ғамораның, Адманың, Себаимның және Беланың, яғни Сихордың патшалары жасақшыларын ұрысқа дайындап, 4 патшаға Кедорлаумер, Тидал, Амрафел және Ариохқа қарсы аттанды. Ал Сидим жазығы жердің қарамайы шығатын шұңқырларға толы болатын. Сонда Содом мен Ғамораның патшалары шайқастан қашқанда, олар және жасақшыларының көбі сол шұңқырларға құлап түсіп, қалғандары тауға қарай безді. Жеңімпаз 4 патша Содом мен Ғамора қалаларының бүкіл байлығын және барлық азық қорын талан-таражға салды. Олар Ыбырамның немере інісі Лутты да бар мал-мүлкімен алып кетті. Өйткені ол Содомда тұратын. Шайқастан қашып құтылған біреу осыны көшпенді Ыбырамға жеткізді. Сол кезде Ыбырам Ешқол мен Анердің ағасы Аморлық Мамренің алып емен ағаштары өсіп тұрған тоғайының қасында тұратын. Бұлардың бәрі Ыбыраммен келісім жасасқан еді. Інісінің тұтқынға түскенін естігенде, Ыбырам қол астындағы 318 жаттыққан жасақшыларын жинап алып, жауды Дан қаласына дейін қуып кетті. Түнде Ыбырам адамдарымен топ-топқа бөлініп алып, шабуылға шықты да, жауды жеңіп, оларды Дамаскының солтүстігіндегі Хоба қаласына дейін қуды. Осылай Ыбырам жау қолына түскен барлық мал-мүлікті, інісі Лутты да мал-мүлікімен және тұтқынға түскен әйелдермен басқа да адамдарды қайтарып алды. Ыбырам Кедорлаумермен оған ерген патшаларды жеңіп қайтып келе жатқанда, Содомның патшасы оны қарсы алу үшін
патша аңғары деп аталатын Шаве аңғарына жолға шықты. Салим қаласының патшасы Мәлік Садық та Ыбырамның алдынан шығып, оған нан мен шарап ұсынды. Ол Құдай тағаланың діни қызметкері болатын. Мәлік Садық Ыбырамға ақбатасын беріп, былай деді: «Лайым көк пен жерді жаратқан ие Ыбырамды жарылқай көрсін. Жауларыңды қолыңа тапсырған Құдай тағала мадақтала берсін». Ыбырам қолында барының 1/10 бөлігін Мәлік Садыққа Құдайы сый тарту ретінде қалдырып кетті. Бұдан кейін Содомның патшасы да Ыбырамға жетіп, одан: «Жаудан қайтарып алған адамдарды маған беріп, мал-мүлікті өзіңізге қалдыра көріңіз» деп өтінді. Бірақ Ыбырам: «Мен көк пен жерді жаратқан Тәңір ие, жаратушы иенің алдында қолымды көтеріп тұрып ант етемін. Сіз кейін Ыбырамды мен байыттым деп айтып жүрмеуіңіз үшін, мен барлық дүние мүлкіңізден түк те алмаймын. Бір сабақ жіп те, аяқ киімнің бір бауын да. Тек адамдарымның ішіп жеген тамағын ғана қайтармайын. Және менімен бірге жорыққа шыққан Анер, Ешқол және Мамре өздеріне тиісті үлестерін алатын болсын» деп Содом патшасына жауап қайырды. Жаратылыстың басталуы 15-ші тарау. Осы оқиғалардан кейін жаратқан ие Ыбырамға аян беріп: «Ыбырам, қорықпа, мен сені қалқандай қорғаймын. Саған берілер сыйлық аса зор болады», деді. Бірақ Ыбырам жауап беріп былай деді: «Уа жаратушы Тәңір ие, сен маған қандай сыйлық бермексің? Мен әлі де ұрпақсыз келемін. Үйіме дамаскілік қызметшім Елезер елік етпек». Ыбырам тағы: «Сен маған бала сыйламадың, сондықтан мұрагерім үйімдегі бір қызметшім болады» деп мұңын шақты. Ал жаратқан ие оған сөзін арнап: «Мұрагерің ол емес, сенен туатын ұл болады» деді. Содан оны сыртқа алып шығып, аспанға қарап жұлдыздарды санашы. Сен оларды санай алар ма екенсің? Сенің үрім-бұтағыңда осындай сансыз көп болады деп уәде берді. Ыбырам жаратқан иеге сенді. Сондықтан жаратқан ие оны өзінің алдында ақтады. Тәңір ие Ыбырамға тағы да тіл қатып: «Мен жаратқан иемін, сені осы елді емденсін деп халдейлік Ур қаласынан алып шыққан менмін» деді. Ал Ыбырам: «Уа жаратушы Тәңір ие, оны емденетінімді мен қалай нақты біле аламын?» деп сұрады. Сонда иеміз оған: «Маған бір-бірден 3 жасар сиыр, ешкі, қошқарды әрі орман кептері мен жас көгершінді алып кел» деп бұйырды. Ыбырам соның барлығын әкеліп, оларды сойып, ортасынан қақ бөліп, бөліктерді бір-біріне қарсы қойды. Ол тек құстарды ғана бөлмеді. Жыртқыш құстар сойылған малдардың етіне қонды. Бірақ Ыбырам оларды қуып жіберді. Күн батқанда Ыбырамды керемет ұйқы басты. Сол сәтте ол түсінде қара түнекті көріп, қатты қорқып кетті. Ал жаратқан ие Ыбырамға тіл қатып: «Біліп ал, сенің ұрпақтарың бөтен елде жат жұрттық келімсектер ретінде тұратын болады. Сол жерде олар 400 жыл бойы құлдықта болып жәбірленеді. Бірақ оларды құл еткен халықты мен жазалаймын. Бұдан кейін сенің ұрпақтарың сол елден мол дүние мүлікпен көшіп шығады. Ал сен болсаң, жасың ұлғайған шағында ақ өліммен бабаларыңның қасына аттанып жер қойнына кіресің. Сенің үрім-бұтағың осы елге 4 ұрпақтан кейін ғана қайтып келеді. Себебі аморлықтардың күнәлары әлі шегіне жеткен жоқ» деді. Күн батып қараңғылық орнаған кезде, міне, пештен шыққан іспетті түтін мен лаулап жалындаған от бір-біріне қарсы жатқан мал бөліктерінің ортасынан өте шықты. Сол кезде жаратқан ие Ыбыраммен келісім жасап: «Мен сенің үрім-бұтағыңа Мысырдың шетіндегі өзеннен бастап үлкен өзен Евфратқа дейін жайылған осы елді беремін. Онда кендіктер, кеназдықтар, қадмондықтар, хеттіктер, перездіктер, рафалықтар, аморлықтар, қанахандықтар, гергестіктер және ебустіктер тұрып жатыр»
деді. Жаратылыстың басталуы 16 тарау. Ыбырамның әйелі Сарай бала көтермеген еді. Ал оның Ажар атты мысырлық күңі бар болатын. Сонда Сарай күйеуіне: «Жаратқан ие маған ана болуды сыйламаған екен. Ал енді бар, күңіммен жақындас. Мүмкін соның арқасында балалы болармын» деп ұсынды. Ыбырам бұған көніп, Сарай оған мысырлық күңі Ажарды қосты. Бұл Ыбырамның Қанахан жерінде тұрғанына 10 жыл болған кездеді. Ыбырам Ажармен жақындасып, оның бойына бала бітті. Мұнысын білген күң қожайыны Сарайға менсінбей қарай бастады. Сонда Сарай Ыбырамға: «Менің жәбір көруіме сен кінәлісің. Күңімді саған өзім қосқан едім. Ал енді ол бала көтергенін білгеннен бері мені менсінбей жүр. Сен екеуміздің арамыздағы дауды жаратқан иенің өзі шешсін» деді. Ыбырам: «Күңің өз қолыңда. Не істеуді дұрыс десең, соны істе» деп жауап берді. Содан Сарай Ажарға қысымшылық көрсете бастады. Сол себептен Ажар оның қасынан қашып кетті. Жаратқан иенің періштесі Ажарды ен даладағы бір су көзінің қасынан, Шурға баратын жолдағы құдық басынан тауып алды. Періште оған тіл қатып: «Сарайдың күңі Ажар, қайдан келе жатырсың? Қайда бет алдың?» деп сұрады. Ол: «Мен қожайыным Сарайдан қашып келе жатырмын» деген жауап берді. Жаратқан иенің періштесі оған: «Сен қожайын әйеліңе қайтып бар, оның айтқанына көн» деді. Періште Ажарға жаратқан иенің мына сөзінде жеткізді: «Мен сенің үрім бұтағыңды сансыз көбейтемін». Жаратқан иенің періштесі сөзін әрі қарай жалғастырып, оған былай деді: «Сен жүктісің, ұл туасың, оның атын Ысмағұл, Құдай құлақ асады деп қоясың. Өйткені жаратқан ие сенің зарыңа құлақ асты. Ысмағұл асау құландай еркін кезіп жүретін адам болады. Ол бәріне қарсы, бәрі де оған қарсы күреседі. Осылай ол барлық ағайындарымен жауласып өмір сүретін болады». Ажар өзіне тіл қатқан жаратқан иені «Маған көз қырын салатын Құдайсың» деп атады. Себебі Ажар «Мен өзіме көз қырын салатынды осында көрдім» деді. Сондықтан бұл құдық Қамқоршым тірі Құдай деп аталады. Ол Қадеш пен Береттің арасында орналасқан. Қайтып келгеннен кейін Ажар Ыбырамға ұл туып, Ыбырам оған Ысмағұл деп ат қойды. Сол кезде Ыбырам 86-да еді. Жаратылыстың басталуы 17 тарау. Ыбырам 99 жасқа толған соң, жаратқан ие оған аян беріп: «Мен құдіреті шексіз Құдаймын. Менің көз алдымда мінсіз жүр. Мен екеуміздің арамыздағы келісімді бекітіп, сенің үрім бұтағыңды сансыз көбейтемін» деді. Сонда Ыбырам оған жерге бас ұрып ғибадат етті. Құдай сөзін әрі қарай былайша жалғастырды: «Айтқаным айтқан, менің сенімен жасаған келісімім бойынша сен көп ұлттың түп атасы боласың. Бұдан былай сен Ыбырам, ұлық ата емес, Ыбырайым, көптің атасы деп аталасың. Өйткені мен сені көптеген халықтардың түп атасы етіп тағайындадым. Сенің тұқымыңды сансыз көбейтіп, көптеген халықты өрбітемін. Сенен патшалар да шығатын болады. Мен бұл келісімді менімен сенің араңдағы және кейінгі үрім бұтағыңның арасындағы мәңгілік келісім ретінде бекітемін. Ол ұрпақтан ұрпаққа созылатын болады. Мен сенің және үрім бұтағыңның Құдайы боламын. Қазір өзің жат жұрттық ретінде тұрып жатқан бүкіл Қанахан елін саған және келер ұрпақтарыңа мәңгі еленуге беремін. Мен ұрпақтарыңның да Құдайы боламын. Бірақ сен де менің келісіміме адал бол. Оны өзің де, үрім бұтағыңның барлық ұрпақтары да сақтауға тиіссіңдер. Менің сенімен және келешек ұрпағыңмен бекіткен осы келісімнің ережелерін жүзеге асырып, еркек кіндіктің бәрінде сүндеттеңдер. Сүндет рәсімін орындауларың менің сендермен жасаған келісімімнің белгісі болады.
Болашақ ұрпақтарыңның әрбір жаңа туған ер баласы туғанына 8 күн толысымен сүндеттелсін. Бұған әулеттеріңе жатпайтын ер адамдар да кіреді. Үйлеріңде дүниеге келген құл қызметшілерің болсын, не сатып алынғандар болсын, бәрі де сүндеттелуге тиіс. Сонымен үйде туды ма, жоқ әлде құл ретінде сатып алынды ма, барлық еркек атаулы міндетті түрде сүндеттелсін. Менің келісімімнің сырт белгісі сендердің тәндеріңде мәңгі қалуға тиіс. Әрбір сүндеттелмеген еркек кіндіктіні өз халқынан аластату керек. Өйткені ол менің келісімімді бұзды. Сен әйеліңді енді Сара емес, Сара деп ата. Мен оны жарылқап, саған Сарадан да бір ұл сыйлаймын. Сараға ұлттардың түп анасы болсын деп ақ батамды беремін. Халықтардың патшалары да Сарадан тарайтын болады. Сонда Ыбырайым Құдайдың алдына жерге бас ұра тағзым етіп, 100-ге келген адам ұлды болып, 90-ға келген Сарада бала табалар мекен деп іштей күлді. Бұдан кейін Құдайдан, Ысмағұл сенің көз алдыңда тірі жүргей деп өтінді. Ал Құдай, әйелің Сара саған ұл туып береді. Оның атын Ысқақ деп қоясың. Мен Ысқақпен келісім жасап, оны үрім бұтағы үшін мәңгілікке бекітемін. Ал сенің Ысмағұл туралы айтқаныңды да орындаймын. Оны жарылқап, үрім бұтағым молынан көбейтемін. Ысмағұлдан 12 рубасы шығатын болады. Мен одан бір үлкен халықты өрбітіп таратамын. Бірақ мен келісімімді Сара келесі жылы осы уақытта дүниеге келтіретін Ысқақпен бекітемін деп жауап берді. Құдай Ыбырайыммен сөйлесіп болғаннан кейін қасынан ғайып болды. Ыбырайым сол күні-ақ баласы Ысмағұлды және үйінде туған немесе сатып алынған еркек атаулыны түгел жинап алып, барлығын Құдай өзіне бұйырғандай сүндеттеді. Сол кезде Ыбырайым 99 жаста, ал Ысмағұл 13 жаста болатын. Сол күні-ақ Ыбырайым мен оның ұлы Ысмағұл олармен бірге үйінде туып немесе сатып алынған құл қызметшілер, демек Ыбырайымның қол астындағы бүкіл еркек атаулы түгелдей сүндеттелді. Жаратылыстың басталуы 18-ші тарау. Бұдан кейін жаратқан ие Ыбырайымға тағы да Мамыренің алып емен ағаштары өсіп тұрған тоғайының қасында келіп кетті. Ыбырайым түске таман күн ысығанда шатыр аузында отырған еді. Ол айналасына көз тастағанда өзінің алдында 3 ер адамның тұрғанын көрді. Ыбырайым оларды көре сала, отырған жерінен ұшып түрегеліп, алдарынан шығып, жерге дейін иіліп сәлем берді. Ыбырайым, мырза, рақымыңыз маған түссе, мендей құлыңыздың қасынан өте шықпасаңыз екен. Қазір-ақ аяқтарыңызды жуу үшін су әкелінеді. Ағаштың саясына жайғасыңыздар. Құлдарыңыздың үйінен дәм татпай өтіп кетпеңіздер. Сіздерге тамақ әкелейін. Әлденіп тынығып алыңыздар. Содан кейін әрі қарай жылжи берерсіздер деп өтінді. Олар, жарайды, айтқаның болсын деп келісті. Ыбырайым дереу шатырдағы сараға барып, тез 3 табақ ең таңдаулы ұнды елетіп, күлше нан пісірт деді. Өзі табынға жүгіріп барып, семіз баспақты таңдап алып, қызметшісіне берді. Қызметші баспақты тездетіп сойып, етін қазанға асты. Бәрі дайын болғаннан кейін Ыбырайым айран, сүт және пісірілген баспақ етін алып, қонақтардың алдына тартты. Олар ағаш саясында тамақтанып жатқан кезде Ыбырайым қастарында болып, өзі қызмет етті. Қонақтар, әйелің Сара қайда? деп сұрады. Ыбырайым, осында, шатырдың ішінде деді. Еміз, келесі жылы осы уақытта мен саған тағы да келемін. Сонда әйелің Сараның ұлы болады деп уәде берді. Осы сөздерді қонақтың артындағы шатырдың аузында тұрған Сарада естіді. Ал Ыбырайым мен Сара қартайған адамдар еді. Сара бала туудан қалған жаста болатын. Сол себепті ол, мен әбден қартайған шағымда осындай қуанышқа кенеле алар ма екенмін?
қожайыным да тым кәрі, деп іштей күлді. Ал еміз Ыбырайымға: Сара неліктен күліп тұр? Ол неге мен енді қартайған шағымда бала туаларым екенмін деп сұрайды. Жаратқан ие істей алмайтын тым қиын іс бар ма? Мен белгілі кезде, келесі жылы осы уақытта саған тағы да келемін. Сол кезде Сараның ұлы болады деп уәдесін бекітті. Сара сасып қалып, мен күлген жоқпын деп мойындамады. Бірақ еміз оған: жоқ, сен күлдің деді. Қонақтар орындарынан тұрған соң Содомға қарай бет алды. Оларды жолға шығарып салу үшін Ыбырайым бірге жүрді. Жаратқан ие, өзімнің не істейтінімді Ыбырайымнан қалай жасырмақпын? Ыбырайымнан бір үлкен де күшті халық шығады. Менің ақбатам ол арқылы жер бетіндегі барлық халықтарға жетеді. Мен Ыбырайымды өз балаларына және кейінгі үрім бұтағына менің жолыма түсуді, дұрыстық пен әділдікті істеуді үйрету үшін таңдап алдым. Ыбырайым осылай істегенде менің оған берген уәдем орындалады деді. Содан еміз Ыбырайымға тіл қатып: менің атыма Содом мен Ғамора қалаларының үстінен қатты дауыспен айтылған шағым түсіп жатыр. Сол жерде жасалған күнәлар тым ауыр. Сондықтан мен жерге түсіп, ондағы әділетсіздік маған жеткен шағым туғызатындай дәрежеде ме, жоқ па, соған көз жеткізбекпін деді. Содан кейін ер адамдар бұрылып алып, Содом жаққа беттеді. Бірақ Ыбырайым еміздің алдында тұра қалды. Оған жақындап, былай деп өтінді: сонда сен зұлыммен бірге әділді де құртпақсың ба? Мүмкін қалада 50 әділ адам бар шығар. Сен оларды шынымен құртпақсың ба? Сол жерге ондағы 50 әділ адам үшін рақым еткің келмей ме? Сен осылай істеп, әділ жанды жауызбен бірге өлтіріп, оған арам кісіге қарағандай қараудан аулақсың ғой. Бүкіл әлемді соттаушы әділетті шешім қабылдамаушы ма еді? Сонда еміз: егер мен Содом қаласынан 50 әділ адамды тапсам, соларға бола ол жерге рақым етемін деді. Ыбырайым: мен күл мен топырақтан жаралған пенде болсам да, еммен сөйлесіп тұрмын. Мүмкін әділ адамдардың саны 50 емес, одан 5-еуі кем шығар. Сонда 5-еуіне бола бүкіл қаланы құртпақсың ба? Деп сұрады. Еміз оған: егер мен одан 45 әділ кісі тапсам, сол қаланы құртпаймын деді. Ыбырайым сөзін әрі қарай жалғастырды. Мүмкін ол жерде тек 40 әділ кісі болатын шығар. Еміз: мен 40 әділ адам үшін де оларға тиіспеймін деп жауап берді. Ыбырайым сонда: уа ем, мен тағы да айтқанда ашулана көрме. Мүмкін ол жерде 30 ғана әділ адам бар болса ше? Деп сұрады. Еміз оған: ол жерде 30 әділ адам болса да, мен оған тиіспеймін деп жауап қатты. Ыбырайым тағы былай деді: мен иеме еркінсіп тіл қатып тұрмын. Мүмкін ол жерде тек 20 әділ кісі болатын шығар. Еміз: 20 әділ кісі болғанда мен қаланы қиратпаймын деді. Ыбырайым одан: уа ем, мен тағы бір рет қана айтсам, ашулана көрме. Егер ол жерден небәрі 10-ақ табылса ше? Деп сұрады. Еміз: мен ол жерді 10 әділ кісі үшін де құртпаймын деп уәде берді. Еміз Ыбырайыммен сөйлесіп болған соң кетіп қалды. Ал Ыбырайым үйіне қайтты. Жаратылыстың басталуы 19-шы тарау. Кешке қарай жаратқан иенің 2 хабаршысы Содом қаласына жетті. Лут сол кезде қала қақпасының алдында отырған еді. Ол хабаршыларды көргенде оларға сәлем беру үшін орнынан тұрып, жерге дейін басын иіп тағзым етті де: мырзалар, қолдарыңыздың үйіне кіріп, жуынып шайынып, қонып қонақ болыңыздар. Ертемен тағы да жолға шығарсыздар, деп үйіне шақырды. Хабаршылар оған: рахмет сізге, біз базар алаңында түнеп шықпақшымыз, деп жауап берді. Лут қиыла өтініп қоймаған соң, екеуі оған еріп үйіне келді. Тамақ дайындалып, ашытқысыз қамырдан нан пісіріліп, хабаршылар тамақтанды. Олардың бастары жастыққа тимей тұрып ақ, жасы бар, кәрісі бар.
Қаланың түкпір-түкпірінен жиналып келген ер адамдарының бәрі үйдің сыртын айнала қоршап алды. Лотты айғайлап шақырып, саған кешқұрым келген еркектер қайда? Бізге алып шық, олармен жақындасып көңіл көтерейік деді. Лот кіреберіске олардың алдарына шығып, есікті жауып, «О ағайындар, мұндай зұлымдық жасамаңдар» деп өтінді. Тыңдаңдаршы, ермен жақындаспаған бойжетпен 2 қызым бар. Сендерге соларды үйден шығарып берейінші. Оларға білгендеріңді істей беріңдер. Бірақ бұл адамдарға тиіспеңдер. Олар менің шаңырағымның астына түскен меймандарым ғой. Алайда қаланың ер адамдары оған: «Бұлай кет, мынау кірме неме, бізге билік айтпақ па? Тоқтай тұр, сенің бізден алатын сыбағаң олардікінен бетер болмақ» деп айғай салды. Сөйтті де Лотқа тап беріп есікті бұзуға айналды. Сонда ішінде тұрған хабаршылар есікті сәл ашып, қолдарын созып, Лотты ішке қарай тартып кіргізіп алды. Хабаршылар есікті қайтадан бекітіп, алдында тұрған үлкенді кішілі адамдардың бәрін есікті таба алмастай соқыр етіп тастады. Бұдан кейін олар Лотқа: «Сенің бұл жерде тағы қандай жақындарың бар? Күйеу балаларың, қол қыздарың, әрі барлық басқа адамдарыңды осы қаладан алып кет» деп бұйырды. «Біз оны құртпақшымыз». Жаратқан иеге бұл жер туралы қатты дауыспен айтылған шағым түсуде. Сондықтан жаратқан ие бізді осы қаланы құрту үшін жіберді. Сонда Лот сыртқа шығып, қыздарына үйленбек күйеу балаларына барып, жиналып, «Бұл жерден кетіңдер, жаратқан ие қаланы құртпақшы» деп ескертті. Бірақ күйеу балалары оны қалжыңдап тұр деп ойлады. Таң қызарып атып келе жатқанда хабаршылар Лотты асықтырып: «Жинал, күнәға батқан бұл қалада құрып кетпеу үшін әйеліңді, қолыңдағы 2 қызыңды ал да бұл жерден кет» деді. Лот әлі де қобалжып тұрғанда, елшілер оны, әйелін, 2 қызын қолдарынан ұстап, далаға сүйрей жөнеліп, қаланың сыртына шыққанда ғана қоя берді. Себебі жаратқан иенің оларға рахымы түскен болатын. 4-еуін қаладан алып шыққанда хабаршылардың біреуі: «Осы жазықтың еш жеріне аялдамастан, арттарыңа қарамай қашыңдар. Өліп қалмау үшін тауға барып, соны паналаңдар» деп бұйырды. Лот сонда былай деп өтінді: «Жоқ, ем, сен құлыңа рақыммен қарап, мені аман сақтап қалып, үлкен мейірімділік жасадың. Бірақ мен тауға қашып құтыла алмаймын. Әйтпесе апатқа ұшырап өліп қалармын. Міне алдымызда мына қала бар. Барып паналау үшін ол жақын және кішкентай ғана қалашық қой. Соған қашып құтылайын». «Ол кішкентай қалашық емес пе? Осылай жаным аман қалмақ». Хабаршы оған: «Жарайды. Мен осы тілегіңді де орындап, сен айтып отырған қаланы құртпаймын. Бірақ тезірек сол жерге қашып құтыл. Себебі сен жеткенше мен түк те істей алмаймын» деді. Бұл қала осы оқиғадан кейін Сиғор, яғни кішкентай деп аталатын болды. Лот Сиғорға күн шыға жетті. Сол кезде жаратқан ие Содом мен Гоморраның үстіне аспаннан от аралас күкірт жаудырып, бұл қалаларды, төңірегіндегі бүкіл жазықты, барлық қала тұрғындарын және далада өсіп тұрғанның бәрінде күл-талқан етіп қиратты. Ал Лоттың әйелі артына қарамақ болып кері бұрылды. Сонда ол бірден тұз бағанасына айналды. Ыбырайым таңертең ерте тұрып, кеше өзі жаратқан иенің алдында тұрған жерге қайтып барды. Содом мен Гоморраға және төңірегіндегі бүкіл жазыққа көз тастағанда, Ыбырайым сол жерден тек балқыту пешінен шыққандай будақтаған түтінді ғана көрді. Алайда Құдай Лот тұрып жатқан жазықтағы қалалардың күл-талқанын шығарар кезде, Ыбырайымды мейірімділікпен есіне түсіріп, Лотты апаттан аман алып шыққан еді. Лот Сиғорға қоныстанудан қорқып, қаладан көшіп кетіп, тауды паналады. Сонда бір үңгірде 2 қызымен тұрып жатты. Бір күні үлкен қыз кішісіне: «Біздің әкеміз кәрі, ал бұл маңайда бүкіл әлемдегі әдет бойынша бізбен жақындасатын еркек жоқ. Жүр, әкемізге шарап ішкізіп, ұрпағын жалғастыру үшін онымен бірге жатып шығайық» деді. Олар сол түні әкелеріне шарап ішкізді. Үлкен қызы оның қасына жатты, бірақ әкесі не істеп не қойғанын білмей де қалды. Таңертең үлкені кішісіне: «Кеше мен әкеммен болдым. Бүгін түнде біз оған тағы да шарап ішкізейік. Сен де онымен жатып шық. Осылайша әкеміздің ұрпағын жалғастырамыз» деді. Сол түніде олар әкесіне шарап ішкізді. Кіші қызы әкесіне барып қасына жатты.
бірақ әкесі тағыда не істеп не қойғанын білген жоқ. Сөйтіп Луттың екі қызы да әкесінен жүкті болды. Үлкен қызы ұл туып, оның атын Моаб әкеден деп қойды. Одан осы күнге Моаб халқы тарады. Кішісі де ұл тауып, оны Бен-Амми, халқымның ұлы деп атады. Ол қазіргі Аммон халқының түп атасы болды. Жаратылыстың басталуы. 20 тарау. Сол кезде Ыбырайым тұрған жерінен Қанаханның оңтүстік аймағына көшіп, біраз уақыт Қадеш пен Шурдың арасында тұрды. Сол жерден ол Герар қаласының маңына көшіп барып, сонда жат жұрттық болып уақытша қоныстанды. Ыбырайым сол жерде кездескен адамдарға әйелі Сара туралы, бұл менің қарындасым деді. Содан Герардың патшасы Әбумәлік кісі жіберіп, Сараны алдыртты. Бірақ түнде Құдай патшаға түсінде аян беріп, осы әйелдің кесірінен сен өлесің, себебі оның күйеуі бар деді. Әбумәлік Сараға жақындаған жоқ болатын. Сондықтан ол, уа ием, сен шынымен кінәсі жоқ халықты құртқың келе ме? Күйеуінің өзі, бұл менің қарындасым деді емес пе? Әйелі де, ол менің ағам деген болатын. Мұны істегенде жүрегім адал, қолымда таза ет деп жауап берді. Сонда Құдай оған түсінде былай деді: мен сенің мұны адал жүрекпен істегеніңді білемін. Сол себептен де сені маған қарсы күнә жасаудан сақтап, оған жақындатпадым. Енді әйелін күйеуіне қайтар. Ол пайғамбар, сен үшін маған сыйынып сұрасын, сонда аман қаласың. Біліп қой, егерде әйелін қайтармасаң, өзің де, күллі адамдарыңда өлетін боласыңдар. Әбумәлік таңертең ерте тұрып, бүкіл нөкерлерін жинап алып, осы сөздерді түгелдей баяндап берді. Олар қатты қорқып кетті. Әбумәлік Ыбырайымды өзіне шақыртып алып, оған жекіп, бұл не қылғаның? Мені және патшалығымды сондай үлкен күнәға батыратындай, мен саған қандай жамандық жасадым? Сен маған істемеуге тиістіні істедің деді. Ол Ыбырайымнан, сен осыны қандай ниетпен жасадың деп те сұрады. Сонда Ыбырайымның жауабы мынау болды: мен бұл жердегілер Құдайдан қорықпайды. Сондықтан мені әйелім үшін өлтіріп тастар деп ойладым. Ол шынымен де менің қарындасым, өйткені ол әкемнің қызы, бірақ шешемнің қызы емес. Сондықтан да әйелім болды. Құдай маған әкемнің үйін тастап, ел кезуді бұйырғанда, мен Сараға, маған істеген жақсылығың мынау болсын. Біз баратын жерлердің бәрінде мені ағам деп айт деген едім. Әбумәлік ірі-ұсақты малдар мен құл-күңдерді таңдап алып, Ыбырайымға сыйға тартты. Сондай-ақ оған әйелі Сараны да қайтарып берді. Патша Ыбырайымға, міне, менің елімде сен үшін есік айқара ашық, қалаған жеріңді мекенде деп ұсынды. Сараға да тіл қатып, міне, мен сенің ағаңа 1000 мысқал күміс беріп отырмын. Бұл қасыңдағы бүкіл жұрттың алдында арыңның тазалығының дәлелі. Осымен бәрі сенің ақталғаныңды білетін болады деді. Ыбырайым Құдайға сыйынып мінәжат етті. Сонда ол Әбумәлікті, оның әйелі мен күңдерін сауықтырып, бала туалатын етті. Себебі жаратқан ие Ыбырайымның әйеліне бола, Әбумәліктің үй ішіндегі әрбір әйелді бала көтермейтін етіп тастаған еді.